Ассалаумағалейкум, бізді көріп отырған құрметті отандастар. Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында 40 жастағы Ақмарал Мамбетоваға шұғыл түрде көмек қажет. Қызылорда қаласының тумасы Ақмарал Кореяға 2018 жылы келген. Күйеуі қайтыс болған. Жалғыз басты ана 3 қызды тәрбиелеп бағып отыр. Кореяға жұмыс істеп, банк алдындағы қарызын төлеу үшін келген. Алланың қалауымен бұл әпкемізге үлкен сынақ берілді. Қыркүйек айында өзін жайсыз сезіне бастаған соң Корея клиникасында тексеруден өткен. Кореялық дәрігерлер әйелдің жыныстық мүшесінде рак ауруы пайда болғандығын анықтаған. Шұғыл түрде ота жасалды. 3 сағатқа созылған отаның нәтижесі жақсы. Тегу қаласында орналасқан Фатима жекеменшік клиникасында әлемнің барлық жерінен адамдар келіп ем қабылдайды. Қазіргі таңда бұл клиникада ем алып жатқан Ақмарал жалғыз қазақстандық. Ақмарал Кореяда заңсыз мигрант болғандықтан аурухана қаражаттары 10 миллион кәріс ақшасы болып тұр. Оның 4 миллионын Ақмаралдың Қазақстандағы жақындары және Кореядағы достары жинап берген. Қалған 6 миллионды төлеу үшін ақшасын жоқтығын айтып, халықтан көмек сұрайды. Қолдан келгенше қолдау көрсетіңіздер, ағайындар. Бұл әпкеміз қазір өзі сөйлей алмайды, себебі кеше ғана 3 сағаттық отадан шыққан. Мынау менің қолымда қазір мінекей қағазы тұр. Осы күнге дейін, яғни 4 күніне 8 миллион қаражат шыққан. Бұның 4 миллионы төленген. Тағы бір апта осы жерде ауруханада жатып емін алады екен. Жалпы шығатын ақша 10 миллион кәріс ақшасы деп отыр. Бұл 10 миллионның 4 миллионы төленген. Тағы 6 миллион қаражатты біз жинауымыз керек. Жақсылықта жарысып, ақыреті үшін сауап жинап жатқан мұсылмандар, жақсылықта жарысатын отандастар, осындай ауыр жағдайда қалған отандасымызды қолдайық, қолдау көрсетейік. Қазір осы видеоның астында банк нөмірлерді қалдыратын боламыз. Егер толық ақпарат алам деушілер болатын болса, тікелей біздің Корея көмек арнасына байланысқа шықсаңыздар болады, толық ақпаратты сол жерден алсаңыздар болады. Осындай бір қиын қыстау кезеңде қолдау көрсетейік, бір-бірімізді қолдайық. Бастысы біздің бірлігіміз кетпесін. Аллаға мыңда бір шүкіршілік айтайық. Осы оңтүстік Корея елінде қазір Қазақстан азаматтарының қандай ұлт өкілі болу маңызды емес, Қазақстанның азаматтарының бірлігі жақсы. Барлығымыз бір болып осы уақытқа дейін қаншама істерді атқарып жатырмыз. Осы әпкемізді де осы ауруханадан бірге алып шығып кетеміз, Алла қаласа. Қазір өзін сөйлете алмай отырмын, себебі кеше ғана отадан шықты, ота 3 сағат болған. Сондықтан қазір сөйлесе шамалы ауырып тұр. Құрметті отандастар, қолдан келгенше осы ақпараттарды жан-жаққа таратайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік, ағайындар.